Қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен осындай балық тазалаудың оңай әдісін үйренетін боламыз. Ол үшін бізге 2-3 литрдей қайнап тұрған су қажет болады. Сіз балық тазалаудың осы әдісін білетін бе едіңіз? Комментарийға өз жауабыңызды қалдырыңыз. Міндетті түрде барлық комментарийді оқитын боламын. Және осы видеоның астына балықты қалай ерекше дәмді қылып қуырудың сілтемесін қалдыратын боламын.